кейін оғатын шешімі бар деген бағдарламаға шыққан. Ол жерде бір бизнесмен аға оған 10 миллион теңгеге ұзынағаштан үй алып берген. Маған жердің көтінен ұзынағаштан үй керек емес деп онамай кеткен. Апаңның мұрны аспанда. Мыңғырық өтірігіне өз алданып қап жүрген біреу. Одан кейін тағы бір қарекет қорында оның видеосы тұрған парақшасында. Оған үй берген деген. Ол үйді алмаған. Енді ана қордың адамдары оның бір жеріне кірмейтін шығар. Ойбай на үйді ал деп. Менсінбейді іштеңкені. Оның 4 баласы кімге міндет? Еще бір оппозициялық топқа кіріп алғанда таңнан кешке дейін мемлекет жамандайды отырып алып. Бірақ сол мемлекеттен 4 баласына пособие алады да. Сол мемлекет акимат оған үй беру керек. Не үшін? Сұрақ. Біз ана оранып алғандарды кейде періште көреміз ғой. Оранып алған аузынан ақ ит кіріп көк ит шығады. Кәдімгі көршілермен қырылып атқан өз көзіммен көргем. Керек десеңдер фото видеосын салматыға өмірін сүріп жүрген адамын. Мен онсыз да соңғы уақытта байқайсыздар ма? Мен ештеңеге мән бермей өз алматыға өмірін сүріп жүрген адамын. Құрып кетсін, елдің аузына елек қойып болмайды. Адам өзі қандай болса, айналасын солай көреді. Құрып кетсін. Ең бастысы, менің өзімнің Алланың алдында, адамның алдында арым таза деп басымды тік көтеріп жүре аламын қай жерде болсын деп сөйтіп үндемей жүрген. Бірақ апаларың үндемеген сайын сиыр сипағанды, санасы сыйлағанды білмейді деп басқа мініп шайын деп атыр ғой. Бірақ жаңағындай да, мен мысалы қаншама энергиямды, қаншама уақытымды қайдағы біреулерге құрттым да, оның орнына мен кушон сатып, я болмаса біреуге бір жақсылық істесем, ол керісінше маған үлкен плюс болады да. Қай жағынан болсын, адамгершілік жағынан болсын, бұл дүниедегі байлық, о дүниедегі байлық болса да, қайсысы болса да ше. Қысып отырсынды мынау, бәй жетіп қайдағы біреулерге. Жәрдемақының өзін отбасындағы адам санына, шаққандағы кірістер суммасына қарай реттейін деп жатқан үкімет сендерге ақымақ емес айналайындар. Сен 50 миллионнан жоғары дүние мүлік сатып алшы өзіңе. Ең бірінші сенің банк счеттарың бұғатқа қойылады. Сөйтетте источник дохода, яғни ол ақша саған қайдан керек бол, қайдан келіп жатыр, қайдан түсіп жатыр, соның бәрін қағаз жүзінде сен дәлелдеу керексің. Ол түсіп жатқан ақшадан, сен тауып жатқан табыстан салық төлеп жатсың ба, декларация толтырып жатсың ба, оның бәрін тексереді. Сендер ойламаңдар, бәрі ақымақ, біздікілердің бәрі босқа отыр деп. Сендерсіз де бәрін тексеріп, барып, счетымызды ашып, одан кейін барып атымызға дүние мүлік алып жатсақ жазылып жатыр. Ойпырмай, қайсеген ол мен хит қып жүрген? Мен о бастан деп әңгіме айтсам, хит болып кете беретіндердің біреумін ғой, айналайындар ау. Керісінше менің сондайымның арқасында кейбіреулер хит болғысы кеп, блогер болғысы кеп, недоделанный блогер болып жүреді ғой. Мен бар ғой, мөлдір әпшеме вообще тиіспеңдер бар ғой, нелерің бар, қайсың нандарың тартып алды, қайсың байларың тартып алды. Өз алдына бала шағаны өсірді, жеткізді, не істейді? Үйге 4 қабылғаға қамалып отырма, өзінің бойындағы өнерін паш етіп шығып атқан жайы бар. Ұнамай ма, көрмеңдер. Зачем біреудің қатынын әңгіме қып сендерге? Өздерің дұрыс қатын болбаңдар, өз қатындарың дұрыс табаңдар. Сосын нелерің бар қатындарда? Қатынға жолама қараш шығады, балаға жолама бәлеш шығады дейді. Давайте жить дружно, айналайындар. Енді мен Ромаға айтам. Сен измена жасасаң да мен білмей ақ қояйын деймін. Мысалы мынау ыдыстың мына шынысы сынды дейік. Сынып оны қайта қанша біріктіргеніңмен ана сынықтың орны қалады ғой. Сол сияқты менің көңілімде бәрібір қалады орны. Мен білмей ақ қояйын деймін. Одан кейін алды-артыңды тазалап жүрші деймін. Бала шағаға зияның тиіп кетпейтіндей. Күйеуің мен аяғыңның размері бірдей болған кезде осындай аяқ киімдер алады ғой күйеуіңше. Өйткені әйел де киіп кете беру керек та оны. Қарасаңыздаршы, Романың аяғы 41, менікі 40 айналайында. Тепсе темір үзетін қыздарымыз. Соғысқа барып келген аяқ айналайын біздікілер. Күйген, шырам. Мына табанды деген кесілген. Құдай самасын. Қыз сияғы жоқ біреу болғам ғой. Әлде де мына Сарыбайдың басын айналдырып тиіп қатын болып отырмын. Бізде түннің бір уағында самса, қолдың қамыры, мына жақта сиырдың етінен фарш, қойдың құйрық майын қостым, пияз бар. Атың сат, тоның сат, жатарыңда тойып жат болайын деп жатырмыз. Ыстық самсаны, ыстық шаймен ішіп алып,
Алла шүкір деп жатпаймыз ба? Ыстық күнде суды іше берсең, ісініп кетесің, тәтті су ішкің келе береді, ол шөліңді баспайды. Осындай уақытта бір шөлді басатын осындай салқын көже жасап жатырмын. Ақ жүгері, сары жүгері және бидай. Әбден қайнатам, қатықпен айран әкелдім, бір келкі қып араластырып. Мына жақта ертеңгі түске голубцы жасап жатырмын. Бәрібір фаршпен жасалады ғой, еттің дәмі сорпаға шығады деп қоспадым. Ет азғантай қапты, экономика айналайындар. Сөйтіп қойдың құйрық майын қосып жібердім. Сорпаға дәм шығады деп. Ал 16 литрлік кастрюльмен бір кастрюль көже болды. Үйге келген адамға қинап ішкізейін деп тұрсың ғой ше. Іш, күшті, бұған сен бірінші дәмін көрсей деп. Неше апта ішеді екенбіз бұны. Ой, әдем болды. Енді әдем болып салқындаса, базардағыдай баклажкаға мұз қатырып, мұздай қып ішпейміз ба? Шөлімді басар сенбедің Кәусар бұлағым деп. Енді мына фаршированный перісіміз піссе ұйықтаймыз. Жынным қайнап жатыр ше. Каспий магазин жаңа түстен кейіннен бері жұмыс істемей тұр. Ертең енді ашылатын шығар деп ойлап жатырмыз, Алла нәсіп етсе. Өзі 10 күндік жоба деп бір күніміз босқа кетті да. Ешқандай сатылым болған жоқ. Қайырлысы дейді, я. Вай, бұл самсаны емапсыз, бұл дүнияға кемапсыз. Бәрібір қолдың қамыры бөлек, я, магазиндікі сияқты. Жүмсақ болмайды, қытырлап тұрады қолдікі. Әні айналайындар, самсамыз дайын. Шайға кемедіңдер ма? Түнделетіп. Біраз адамның жеті атасын желге көшірмедік бә, құлақтарын шыңылдатып. Самса күшті болыпты, я, деп. Ома, туалеттесің ба? Самса пісті да? Самса пісті дейм. Сүтпен ішесің ба, шайды сүтсіз ба? Сүтсіз? Бір әлем бойынша туалетке отырудан жарыс бола ма екен? Қазақстанның көк туын желбіретіп жібереме. Уайымдамаңыздар, ұятқа қалдырмайды. Жарты өмірі туалетте өтіп жатыр бұның. Ром, давай не будем, а? Тибоша, стреляю. Қайдағы 2 минут? Бұл кісінің 2 минуты примерно артында 0 бар ғой.